шамамен бір 2006, 2007, 2008-дерде деструктивті діни ағымның идеологиясының жаңағыдай даму шегіне жеткен кезде сол кезде ондай бір ақпараттық кеңістікті шектеу, жаңағы оны бақылау, оны саралау, дұрысы бұрысы деген нәрсе болған жоқ. Яғни біздің елге сол кездегі рухани біз аш болғаннан кейін уағыздалатын адамдар болмағаннан кейін шетелдік уағызшылардан келіп, немесе шетелден оқып келген уағызшылардан келіп уағыздау үрдісі сол кезде бет алды. Енді сол кезде келген адамдардың бір есігін ашып бергені оларға дәлелің қайда деген авам халық деген не ол? Қарапайым мұсылман, араб тілін білмейді, арабшасын оригиналын оқып көрмеген адамға, қолжазба оқымаған адамға дәлелің не деген есікті ашып берді. Яғни тобырдың жоғары қарай көтерілуі да, оны Абай да айтып кетеді, ол көптік дейді. Нұқтың кемесін батырған кім дейді? Көптік дейді. Исаны дарғасқан кім десе, ол көптік дейді. Яғни көп ақылократия деген жаңа көп тобырдың жоғары қарай көтеріліп кетуі, ғұламалардың дәрежесінде сөйлеуі. Қазірде біз сол дерадикализация мәселесінде біз адамдарға олардың естіген ақпараттан да сапалы ақпарат беру үшін, ол сапалы ақпарат деп отырғанымыз не? Ғылыми дәрежеде беру керек болды.